Бәріңізге ассалаумағалейкум. Егерде адам өзінің сүйікті жұмысымен айналысып жатса, ол сол жұмыста адам сеңісіз жетістіктерге қол жеткізеді. Бүгін сіздерге ең қиын жағдайдың өзінен жол тауып шығып кететін жүргізушілерді көрсетеміз. Бұл видео сізге ұнары сөзсіз. Сондықтан келесі видеоларды өткізіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз өз қалаңыздың жолы нашар деп жатсаңыз, келесі видеоны көріп, қателескеніңізді түсінесіз. Кей елдердің жүргізушілері осындай жолдармен жүріп, адамдарды тасып, ерлік жасап жатыр десек болады. Кез келген адам бұндай жолмен жүруге дәті бармас еді. Жүк машинасын осылай айдауға кез келген батына алмайтыны сөзсіз. Жүк машинасын осылай айдағанша, велосипедпен ең қиын тәсілдерді жасаған дұрыс секілді. Ал мынау күтпеген жағдайға бір қараңызшы. Соншама қайда асықты екен. Мына лимузинге қараңызшы, қандай шеберлікпен жүргізіп жатыр. Кез келген адам өзін осындай жүргізуші алып жүргенін қалайтын шығар. Өте үлкен жылдамдықта оңай ғана бұрылып жатыр. Егерде шебер жүргізуші белгіленген орынға баруды шешсе, оны ешкім тоқтата алмайды. Бір қараста мына жерден өту мүмкін емес секілді. Алайда ол шешімін тапты. Сіздер осындай жүргізушіні көрмеген шығарсыздар деп ойлаймын. Себебі бұл жүргізуші жүкті салып қана қоймай, дұрыстап реттеп те қойды. Шеберлігіне таң қалмай амалымыз жоқ. Ағашты осындай тар жолдан алып өту қауіпті. Шамалы қателік төменге түсіп кетуі мүмкін, немесе ағаш қисайып өзімен тартып кетуі мүмкін. Алайда бұл жүргізуші не істеп жатқанын білетін секілді. Мына жағдайға қараңызшы. Осындай бұрылыстан аман шығу үшін нағыз шебер болу жеткіліксіз секілді. Өз шеберлігіңізді көрсету үшін өміріңізді қауіпке тігудің қажеті жоқ. Ол үшін жүк машина жүргізушілерінің шеберлік жарысына қатыссаңыз болды. Мына жүргізушінің қандай шеберлікпен гаражға кіріп жатқанын қараңызшы. Қалай ойлайсыз? Бұл кездейсоқ па, әлде сәттілік пе? Алайда бір нәрсені анық айтуға болады. Бұл жерге бірінші кірісі емес секілді.